Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүтіндей шағылған жаңғақты базарда сатып алғанда қымбатқа түсетін жаңғақтың шағылу әдісімен бөлісетін боламын. Видеоны асықпай міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Осындай бүтін шағылатын жаңғақты шағу үшін ең алдымен біз жаңғағымызды жуып алып, оған суымызды құйып, отқа қоямыз. Отта жаңғағымызды 3 минут қайнатамыз. 3 минутқа дейін ғана қайнатасыздар. Одан кейін оны сүзіп алып, суын төгіп тастап, ары қарата шаға берсеңіздер болады. Үш минут қайнаған жаңғағымыз, қарап тұрсаңыздар, өзі уже ашылып, дайын тұрады шағылуға. Ары қарата мен оны балған көмегімен шақтым. Көріп тұрғандарыңыздай ешқандай бұзылмай шағылды. Барлығында осылайынан шағып шығамыз. Егер жаңғақтарыңыз шағылмай жатса, оны қатты ұрудың қажеті жоқ. Шамалғанда 1-2 рет ұрып шақсаңыздар болады. Қатты ұрып жаңғақтарыңыз мыжылып кетеді. Менің шаққан жаңғақтарым осылайынан бүтін күйінде шықты. Арасында болды бұзылып қалғандары бөлініп, былайынан барлығы бірдей өз қалпында сақтады. Енді ол шағылған жаңғақты қайнағаннан кейін ол дымқыл болып қалды. Сол дымқыл жаңғақтарды енді біз духовкаға салып, қызартып, қуырып аламыз кептіріп. Кептірген жаңғақтың дәмі өте керемет болады. Дәмі прям барлығын қалдырмай жеп қоюға да болады. Жүкке де тимейді. Жаңғақтар сарғайып пештен шыққаннан кейін міндетті түрде жаңғақты суытып алыңыздар. Өзінің ыстығымен ол ары қарата күйіп кетеді. Сол себепті де далаға шығарып суытып алсаңыздар болады. Үйлеріңізде жаңғақ болса, сіздерде осылайынан дайындап көріңіздер. Бізде де үйде жаңғақ тұрып, оны ешкім жемей, осылайынан дайындап көргенде дастарханда қалмай қалған. Содан бері біз осылайынан дайындайтын болдық. Сіздерге де осылайынан дайындап көріңіздер деп кеңес беремін. Сіздермен болған мен Гаухар. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра отырыңыздар.